Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 8-ші сынып қазақ әдебиеті пәнінен Ағиық ақын Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» поэмасының көркемдік ерекшелігі деген тақырыпты өтетін боламыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты поэманың тақырыбы мен идеясын таныту, көркемдік ерекшелігін анықтау. Оқушылар, біз өткен сабақта тақырып бойынша түрлі жұмыстар жасаған болатынбыз. Ал енді сол өткен материалдарды еске түсіру мақсатында ой-түрткі әдісі арқылы ақынның поэмасына негізгі арқау болған тақырыптар қандай тақырыптар екенін есімізге түсірейік. Ойланамыз. Балалар, бұл поэмаға арқау болған тақырып сұлулық, махаббат, зұлымдық. Оқушылар, сендер бұл сұрақтарға дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Оқушылар, тақырыпқа байланысты шағын видеороликті тамашалаймыз. Әсем сұлулар көзден таймасын, мейірімді құстар бақта сайрасын, ұясын салған балапан басқан жанды тербейді әуелеп ұшқан. Қараңдар, жүзген аққулар, жүзген аққудар, ұшар қанат бар, тоқтатыңдандар, гәкку әні бар, гүлде тербелген сұлу аққулар, сұлу ғашық адамдар жұбын іздейді, көңіл арманда үміт үзбейді, самғал ұшарға қанат жетпейді, ұқсап аққуға сезім өрлейді. Қараңдар, жүзген аққулар, жүзген аққудар, ұшар қанат бар, тоқтатыңдандар, гәкку әні бар, гүлде тербелген сұлу аққулар, сұлу аққулар. Ал балалар, поэманы есімізге түсірдік. Енді мына тапсырмаларға назар аударыңыздар. Бұл жерде оқиға тауы әдісі бойынша шығарманы сюжеттік композициялық құрылысына талдау жасаймыз. Оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, оқиғаның дамуы, оқиғаның шарықтау шегі, оқиғаның шешімі. Дескриптор шығарманы композициялық құрылымына талдайды, сюжеттік дамуын анықтайды. Ал енді балалар, орындаған тапсырмаларыңды тексереміз. Оқиғаның басталуы жетім көлдің тамаша сұлу табиғатын суреттеуден басталады. Оқиғаның байланысы ауру бала мен ананың шарасыздығы. Оқиғаның дамуы тәуіп шалдың баланы аққудың қанатымен аластау керек деп айтуы. Оқиғаның шиеленісуі ананың көлге келуі. Оқиғаның шарықтау шегі ананың аққуды атуы. Оқиғаның шешімі баланың өлімі. Келесі тапсырма кейіпкерлерге талдау әдісі.
бұл тапсырмада поэмада берілген негізгі 4 кейіпкерге 3 сөйлем арқылы мінездеме беру. Дескриптор анықталған ақпараттар негізінде кейіпкер туралы ой қорытындысын 3 сөйлеммен жазады. Балалар, Аққулар ұйықтағанда поэмасы халықтың наным-сенімін, әдет-ғұрпын жаныңмен ұғынып, санаңа сіңіруді көздеген туынды. Мұқағали шығармаларының ерекшелігі ойы өзекті, бейнелі рух, сезім басым. Қазақ тұрмысына жақын ойлар айтылады. Аққулар ұйықтағанда поэмасы бізге қандай тәрбие берді? Ана махаббатының құдіреттілігін сезіндірді, табиғатты қорғауды үйретті, халық дәстүрін берік ұстануды дәріптейді. Балалар, адам табиғат перзенті. Дүниеде 2 ана бар. Бірі бүкіл тіршіліктің анасы, жер ана. Екіншісі адам анасы. Екеуі де мейірімді. Осы 2 анаға қаталдық көрсетуге, жанын жаралауға болмайды. Оқушылар, поэма сендердің көңілдеріңнен шықты деген ойдамын. Берілген тапсырмаларды еш қиындықсыз орындағандарыңа сенімдімін. Ал енді үйге тапсырма жазып алайық. Үйге поэмадан алған әсерлеріңді баяндап, авторға хат жазыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланыс жасауды ұмытпаңыздар. Аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы сөйлемдерді толықтырыңдар. Мен үшін қиын болды. Мен түсіндім, білдім. Мені таңғалдырды. Назарларыңызға рахмет.